Ұлттық қор балаларға. Елімізде 1 қаңтардан бастап балаларға төлем аударылады. Қаражатты алу үшін не істеуіміз керек? Яғни оның ішінде ата-ана не істеу керек? Бұл жобаға келесі жылы 18 жасқа толатын, яғни 2006 жылы және одан кейін дүниеге келген балалар қатыса алады. Біздің балаларымыз дүниеге келген уақытта жеке басын куәландыратын туу туралы куәлік беріледі. Сол куәліктің ішінде баланың ЖСН тіркеліп, яғни жазылып тұрады. Сол ЖСН қазіргі уақыттағы электрондық үкімет веб-порталында, яғни егов порталында сіздің ата-анасының, яғни жеке кабинетінде балалар туралы мәліметтер деген жерде балаңыздың иіндері, яғни осы ЖСН-дері тіркеліп тұру керек. Сізден керекті нәрсе тек осы ЖСН тіркеліп тұр ма, жоқ па, соны тексеріп алуыңыз керек. Қаражат қайда түседі? Сіз ешқандай құжат жинамайсыз, тек жеке кабинетте баланың ЖСН тексеру керек. Яғни ешқандай счет ашпайсыз. Бұл жерде басты жұмыс жасаушы орган ретінде БЖСQ, яғни МПФ болып тағайындалған. Яғни МПФ сайтында баланың ЖСН пайдалану арқылы сол жерден тексеріп қарауға болады. Болмаса жаңа егов кз порталындағы балалар туралы мәліметтер деген жерде осы аударылған сомалар туралы ақпараттар тұратын болады. Ақшаны қашан алуға болады және қайда жұмсауға болады? Қаражат бала 18 жасқа толғанға дейін жиналатын болады. Бала 18-ге толғаннан кейін тұрмыс жағдайын жақсарту үшін баспана алу мақсатында қолдануға болады және де балалардың оқу ақысын төлеуге пайдалануға болады. Қандай жағдайда аударылым тоқтатылады? Жобаға қатысушы қайтыс болған жағдайда және азаматтығын жоғалтқан жағдайда аударылым тоқтатылатын болады. Қайтыс болған жағдайда заңда белгіленген тәртіппен мұрагерлер БЖСQ-дан қаражатты алуға өтініш бере алады. Тағы бір ақпарат: Қазақстаннан басқа елге тұрақты тұруға кеткен адамдар ұлттық қор қаражатын пайдалану құқығынан айырылатын болады. Егер бала 18-ге толғаннан кейін 10 жыл ішінде осы мақсатты жиналған қаражатты талап етпейтін болса, яғни алмайтын болса, бұл қаражат ол кісінің зейнетақы счетына түседі. Ұлттық қорға қатысты ақпараттар түсінікті болса, өзіңіздің туыстарыңызбен бөлісуге шақырамын. Және де келесі видеода егов порталында өзіңіздің балаңыздың ЖСН қалай тіркеу керектігін көрсететін боламын.